Арықтарды тазалаудамыз. Әсіресе мына енді қала әкімдігі құрылып жатқан уақытта мүмкін сондай болған шығар енді шағымдар. Бірақ қазіргі таңда оны қолға алуға тырысудамыз. Мысалы, жақын арада біз қазір өзіңіз білесіз, мына көктем жақындап келе жатқандықтан 1 километр 350 метр жаңағы дренажды арнасы тазаланды жетігенде. Себебі су өз еркімен жүрсін деп, ертең жаңағы күн жылып кеткенде ешқандай мәселелер тумасын деп. Сондықтан Еңбек шағын ауданында егістік және жерден еріген суды ағызу үшін арықтар тазаланды 400 метр. Жетіген жаңа талап қала ішіндегі арықтар жүйесі тазартылды 1,7 километр. Сонымен қатар бізде су қоймасының жаңағы механизмі қақпаларын жөндеу жұмыстары жүргізілді. Жалпы бұлар енді бақылауда. Сондықтан жұмыстарды жандандырамыз осы жылы тағы да арықтарға қатысты.